ақыр заманның 10 үлкен белгісіне жеке-жеке қысқаша шолуды жалғастыралық. 4-ші, күннің басқан жерінен қайта шығуы. Қиямет қайымның және бір белгісі Аллахтың әмірімен табиғат заңдылығына қайшы құбылыс орын алып, күннің батқан жерінен қайта шығумен байланысты. Бұл күн жұма күніне сәйкес келеді. Күннің батыстан шыққанын көзі көрген адам баласы сол сәт жаппай иман етіп тәубелеріне келеді. Бірақ ол кездегі иман етулері жасаған тәубелері қабыл болмайды. Ондай шақта сол кезге дейін иман етіп тәубеге келмей жүрген пенде үшін орны толмас қайғы болары сөзсіз. Себебі Хазіреті пайғамбарымыз былай деді: күн батыстан шықпайынша қиямет болмайды. Күн батыстан шыққанда адамдар оны көріп жаппай иман етеді. Оған дейін иман етпеген немесе иманында жақсылық болмаған пенделерге сол күні еткен имандары пайда бермейді. Бухари, Фитан, Муслим, Иман, Абу Дауд, Малахим риуаяттары. Екінші бір хадисте: күн батыстан шыққанға дейін Аллах тәубе етушінің тәубесін қабыл етеді. Муслим хадистері деп айтылады. 5-ші, Хазіреті Исаның алейхиссалям көктен түсуі. Ақыр заман таяғанда дәджал шығып, өзін құдаймын деп жариялап, түрлі сиқыр мен истидраж көрсетіп жүрген уақытта Аллах көктен Иса пайғамбарды түсіреді. Хазіреті Иса жер бетіне түскен соң, Хазіреті Мұхаммед пайғамбардың дінімен жүріп, исламды жаю үшін күреседі. Себебі оған түсірілген дін ислам діні келгеннен соң күшін жойған болатын. Хазіреті Иса дәджалды өлтіріп, адамдар арасында әділдік орнатады. Хазіреті Иса пайғамбардың ақыр заманда түсетіндігін және не істейтіндігін Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям пайғамбарымыздың мына хадисінен білуге болады. Барлық пайғамбарлар әке жағынан бауыр болғанымен аналары бөлек, бірақ діндері бір. Мен Мәриям ұлы Исаға жақынмын, өйткені мен оның арасында басқа пайғамбар келмеді. Расында, ол ақыр заманда жер бетіне түседі. Оны көрген көздеріңде мынадай ерекшеліктермен танисыңдар. Орта бойлы, тәні қызыл мен ақ түске жақын. Үсті, басы өте таза, шаштарына су тимесе де су тәрізді болып тұрады. Ол айырды, кресті сындырады, шошқаны өлтіреді, жан салғыны жояды. Мал дүние көп болып судай ағады. Адамзатты ислам дініне шақырады. Аллах тағала оның кезінде исламнан басқа діндерді жоқ етеді. Ол Аллахтың қалауымен дәджалды өлтіреді. Ол кезде жер бетінде бейбіт заман орнап, арыстандар түйелермен, жолбарыстар сиырлармен, қасқырлар қойлармен жайлауда бірге жүріп, балалар жыландармен ойнайтын болады. Хазіреті Иса жер бетінде 40 жыл өмір сүргеннен кейін қайтыс болады және мұсылмандар оның жаназасын шығарып жерлейді. Кейбір хадистерде Хазіреті Исаның жер бетінде 7 жыл, 24 жыл, 45 жыл өмір сүретіндігі тұрғысында айтылғанымен, солардың ішінде 40 жыл қалады деген риуаяты ең қуаттысы болып саналады. Хазіреті Иса пайғамбардың дәджалды өлтіріп, әділетті үкім орнатқан соң, өзі де өзге адамдар секілді үйленіп, үйлі жайлы болатындығы айтылады. Қағбул Ахбардың айтуы бойынша, Хазіреті Иса пайғамбар ұлты араб бір әйелмен отау құрып, одан Мұхаммед, Мұса есімді 2 ұл перзент сүйеді. Жер бетіндегі Аллахтың берген ғұмыры біткен соң, ол да бақилық болып, Хазіреті пайғамбарымыздың қасына жерленеді. Хазіреті Иса қайтыс болған соң, Аллах тағала Шам тарапынан суық бір жел жібереді. Осы желден жер бетінде жүрегінде иманы бар барша мүмин өтінелік болады. Тіпті біреулер таудың астына кіріп жасырынса да, жердің иісі арқылы бақилық болады. Ол өзге имансыз, қара ниетті жандарға бұл жердің қандай әсері болмай, керісінше олар білгендерін жасап ғұмыр кешеді. Шайтан олардың осындай есалаң сәттерін пайдаланып, оларды пұттарға табындырады. Мұның артынан көп ұзамай Исрафил сурға үрлеп, қиямет қайымның болатындығын Хазіреті пайғамбарымыз айтып өткен. Хазіреті Иса пайғамбардың
түсетіндігі жайында айтылған хадистердің саны 30-ға жуық. Міне, осы айтылған хадистердегі Хазіреті Исаның келетіндігі жайындағы мәліметті арам пиғылды жандар өз мүдделеріне пайдалануға тырысқаны ислам тарихынан мәлім. Қаншама кісі өзін «Мен Мәсих Исамын» деп елді өзіне иман етуге шақырған. Ондайлардың кейбіреулерін халифалар жазалағанымен көпшілігі білгенін айтып жаңа дін құруға әрекет жасаған. Мәселен, Кадианиліктің құрушысы Мирза Ғұлам Ахмед те солардың санатындағы сұм пиғылды жан еді. Бірақ әрине осы уақытқа дейін өзін Исамын дегендердің ешбірі де шынайы Хазіреті Иса емес екені белгілі. Себебі Хазіреті Исаның ақыр заманда Даджалдан соң келетіндігі хадисте анық айтылған. «Мен Исамын» деп келгендердің бәрі исламды іштей құлатуды мақсат тұтқандардың саяси ойындарының қуыршақтары болып саналады. Ал діни терминологияда оларды көбіне жалғаншылар деп атайды. 6. Яжуж-Мәжуждің шығуы. Ақыр заманның және бір белгісі ретінде Яжуж-Мәжуж атты екі тайпаның шығатындығы жайында аяттар мен хадистерде баян етіледі. Бұл қауымның кімдер екені белгісіз, бірақ хадистерді қорғанның ішінде қамалған Яжуж-Мәжуж елі ақыр заманда жер бетін құмырсқадай қаптап, олардың жүріп өткен жерлерінен шөп шықпайтындай болатындығы жөнінде айтылады. Алдымен Құрандағы Яжуж-Мәжуж жайында айтылған аятқа тоқталып өтейік. Олар: «Әй, Зұлқарнайн, Яжуж-Мәжуж бұл жерде бұзақылық істеуде. Саған салық төлетсек, олар мен біздің арамызда бір бөгет жасайсың ба?» деді. Зұлқарнайн: «Раббымның маған бергені одан артық. Сендер маған көмектессеңдер, олармен араларыңа бір бөгет жасайын» деді. «Маған темір тақтайлар әкеліңдер» деді. «Екі беттің арасы теңелген кезде көріктеңдер» деді. «Олар от болған сәтте маған ерген мыс әкеліңдер, үстіне құяйын» деді. Сонда олар одан аса ала алмады да тесе алмады. Зұлқарнайн: «Бұл Раббымның бір мархамет. Қашан Раббымның уәдесі келсе, оны жермен жексен қылады. Сондай-ақ Раббымның уәдесі хақ» деді. Кахф сүресі. Яжуж-Мәжуж ағытылып әрбір төбеден келгенге дейін. Ол шын уәде. Қиямет таяса, сол уақытта қарсы болғандардың көздері шарасынан шығып, «Әттеген-ай, біз бұдан қаперсіз залым екенбіз» дейді. Әнбия сүресі. Аят мағынасы бойынша пайымдасақ, Зұлқарнайн Аллахтың әмірімен Яжуж-Мәжуж деген қауымды бір жерге, тау астына деп келтіреді, қамаған. Ақыр заман таяғында Яжуж-Мәжуж сол қорғанды тесіп шығып, жер бетін жайлап, ел арасына бүлік шығармақ. Енді осы тақырыптағы хадистерге орын берейік. Әбу Хурайрадан жеткен риуаят бойынша Яжуж-Мәжуж Зұлқарнайн қамап кеткен қорғаннан шығу үшін күнде қабырғаларды ояды. Тесуге сәл қалғанда күннің сәулесін көріп, басшылары: «Тоқтаңдар, қалғанын ертең жалғастырасыңдар» дейді. Олар қазба жұмысын тоқтатқан кезде Аллах қазылған жерді әдепкі қалыпқа қайта келтіреді. Осылайша күнде қорғанның қабырғаларын тесуге тырысады. Күндер осылай өте береді де, олардың жер бетіне шығатын уақыты таяғанда басшылары: «Қане, қайтайық. Иншаллах ертең қалғанын ойып бітіреміз» деп иншаллах сөзін алғаш рет қолданады. Сөйтіп ертесіне әлгі жерге қайта келгенде еңбектерінің еш кетпегенін көріп, сәл ғана қалған жерді аяғына дейін ойып бітіріп, айналадағы елді мекендерге лап қояды. Адамдар олардың құтылуы үшін қорғандарына тығылады. Олар жүріп өткен жерлеріндегі бүкіл суды ішіп тауысады. Яжуж-Мәжуж елі адамдарды езгенімен қоймай, аспан әлемінде өз биліктеріне алғысы келіп, көкке қарай оқ жаудырады. Атылған оқтар көктен қайтып жерге түскенде қан болып түседі. Мұны көрген олар: «Жердегілерді де, көктегілерді де езіп жаншып жеңдік» дейді. Осыдан кейін Аллах тағала олардың бастары мен желкелеріне бір құрт жібереді. Құрттар олардың жанын жеп, ақырында барлығы түп-түгел қырылып қалады. Пайғамбарымыз сөзін ары қарай жалғастырып: «Мұхаммедтің жанын
өз қолында ұстаған Аллахқа ант етемін, жер бетіндегі күллі хайуанаттар мен жәндіктер олардың өлген етін жеп, аққан қанын ішіп, жардай болып семіріп кетеді, деді Ибн Мажа. Ал келесі бір хадисте Яжуж-Мәжуж қауымының қырылуы Хазіреті Иса пайғамбардың оларға қарсы жасаған дұғасымен іске асатындығы тұрғысында баяндалады. Абдуллах ибн Масғудтан жеткен риуаят бойынша Хазіреті пайғамбарымыз Миғраж түнінде көктен Хазіреті Ибрахим, Хазіреті Мұса және Хазіреті Исамен кездеседі. Онда қиямет қайым жайында да әңгіме болады. Әуелі Хазіреті Ибрахимнен, одан кейін Хазіреті Мұсадан қиямет қайымның қашан болатындығын сұрады. Олар қойылған сұраққа жауап бере алмайтындықтарын айтқан соң кезек Хазіреті Исаға келеді. Хазіреті Иса қиямет жақындағанда болатын кейбір мәліметтерді білгенімен қияметтің қашан болатындығын жаратушыдан өзге ешкім білмейді деп жауап береді. Сөзін жалғастыра келіп, ақыр заманда дәжжал шығады. Содан кейін мен түсіп оны өлтіремін. Одан соң халық елдеріне айтады. Сол кезде олардың алдарынан Яжуж-Мәжуж қауымы қаптап шығады, шабуыл жасайды. Олар кезіккен суды ішіп тауысады. Алдарынан шыққан барлық нәрсенің астан кестенін шығарады. Мұндай аласапыранды көрген халық Аллахтан жәрдем сұрайды. Мен де Аллахтан Яжуж-Мәжуж қауымының жойылып кетуін тілеймін. Жасаған дұғам қабыл болып, олар өліп тынады. Мәйіттерінің иісі өте қатты саси бастаған соң Аллахқа қайта дұға етемін. Аллах тағала сол сәтте жауын жаудырып, өліктердің бәрін теңізге жібереді. Ибн Мажа риуаяты. Яжуж-Мәжуж қауымы жайында көптеген болжамдар айтылған. Олардың кімдер екені, қай ұлттан шығатындығы, бет әлпеті бойы қандай болатындығы жайында түрлі көзқарастар жетерлік. Сондықтан бізде Яжуж-Мәжуж жайында кеңірек мәлімет бере алмаймыз. Өткен ғасырларда моңғолдарды Яжуж-Мәжужге теңесе, кейінгілер Қытайға теңеуде. Моңғолдарға теңегендердің пікірлері дұрыс еместігі уақыт өте келе айғақталса, Қытайға теңеушілердің де пікірі дұрыс болмай шығулары әбден мүмкін. Сол үшін ақиқатын Аллах біледі. 7. Шығыста бір жердің батуы. 8. Батыста бір жердің батуы. 9. Араб түбегінде бір жердің батуы. Хадисте айтылғандай, шығыста, батыста Араб анық болады. Түбегінде бір жердің батуы мен ақыр заманның таялғаны анық болады. Бірақ бататын жерлердің қай мемлекетте болатындығы Аллах біледі. Дегенмен, имам Шарани өзінің еңбегіне сілтемесіз мынадай хадисті келтіреді. Сәлебидің риуаяты бойынша Расулаллах былай деді: Тигр мен Ефрат жазығы арасында бір қала салынады. Сол жерде әлемнің залымдары жиналады және ол жерде қазыналар тасылып ақырында жерге батады. Сол жердің қазыналары қазықтың жерге оңай кіретіндей тез арада батып кетеді. Демек, ақыр заманның үлкен белгілері жайында кеңірек мағлұматымыз болмағандықтан, біздер айтылған хадиске сеніп, қиямет қайымның хақ екендігін мойындап, тек Аллахтан ғана медет тілейміз. Хижаз тарапынан үлкен от шығады. Ақыр заманның соңғы белгісі Хижаз тарапынан үлкен бір оттың шығып, шар тарапты жарық қылатындығы хадисте айтылады. Хазіреті пайғамбарымыз бұл жайында былай дейді: Хижаз жерінен шығатын Бусрадағы түйелердің мойындарын жарақаттандыратындай бір от шықпайынша қиямет қайым болмайды. Муслим Фитан. Бусра Сирия мемлекетіндегі бір ауылды мекеннің аты. Хазіреті пайғамбарымыз 12 жасында көкесі Әбу Талибпен бірге сауда мақсатымен Шам аймағына барғанда, сол жердегі Бахира есімді монахтың ескертуімен Меккеге кері қайтқан еді. Бахира христиан дінін жетік меңгерген монах болғандықтан, соңғы пайғамбардың келетіндігін және оның бойында қандай ерекшеліктер мен қасиеттердің бар екендігін білетін. Сондықтан алыстан келе жатқан керуенмен ілесіп келе жатқан бұлтты көріп, оның тегін емес екендігін сезеді де, Әбу Талиб бастаған саудагерлерді арнайы асқа шақыртады. Сөйтіп, Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам болашақ пайғамбар екендігіне көзін жеткізіп,
сол жерде кері қайтуларын бұйырған еді. Міне, сол бұрсадағы шығатын алып оттың жарығы жүздеген шақырымның көрінетін болады. Мүмкін осы мұндай кеніштердің бірі отқа оранады ма? Кім білсін? Осы жерге дейін ақыр заманның белгілерін айтып келдік. Бірақ қиямет қайымның аласапыранын көрсетіп, пенделер жаман адамдар мен иман етпеген жандар болады. Ал жүрегінде иманы бар пенделер қиямет қайымның сілкінісін көрместен бұрын жан тапсырады. Хазіреті пайғамбарымыз бұл жайында былай деді: Аллах тағала Йемен тарапынан жібектен де жұмсақ болып тиетін бір самал естіреді. Бұл самал жүрегінде бидайдай иманы болған пенделерді бақилық етеді. Муслим. Өздері тірі тұрып, қияметтің болғанын көрген кісілер адамдардың жамандары. Бұхари. Ақыр заманда келетін Мәхди. Хазіреті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ақыр заманға байланысты айтылған хадистері ішінде Әхли бәйттен, яғни пайғамбарымыз ұрпағынан Мәхди есімді бір кісінің келетіндігі айтылады. Мәхди тура жолға бастаушы деген ұғымды білдіреді. Мәхди келген соң мұсылмандар арасында әділ билік орнатып, дінсіздермен күресіп, исламды үстем етеді деген сенім күллі мұсылман қауымның арасында жайылған. Мәхди жайында көптеген сахих хадистер айтылғандықтан, бізде бұл жерде бір-екеуіне тоқталып өтеміз. Абдуллах ибн Мәсғудтан риуаят бойынша Расулаллах былай деген: Әлемнің бір күндік өмірі қалса да, Аллах ол күнді ұзатып, менің бір адамымды сол күні жібереді. Яғни, Әхли бәйтімнен біреуі жібереді. Бұл кісінің аты менің атыма ұқсас, әкесінің есімі әкемнің есіміне сәйкес келеді. Ол адам жер бетіндегі зұлымдықтарды шойып, орнына әділеттікті орнатады. Абу Дауд. Умму Саламадан риуаят бойынша Расулаллах былай деген: Мәхди менің ұрпағымнан, қызым Фатиманың балаларынан келеді. Абу Дауд. Ислам ғалымдары арасында Мәхдидің ақыр заманда келіп келмеуі жөнінде әртүрлі пікірлер айтылады. Кейбір ғұламалар Мәхди деген адам жоқ және ондай кісі келмейді. Мәхди мен Хазіреті Иса деп айтып жүргеніміз бір адам. Хадисте екеуінің бір адам екендігі айтылған деп Мәхдиге деген сенімді жоққа шығарады. Көпшілік ғалымдар Мәхди жайында айтылған хадистерді сахих деп тапқандықтан Мәхдидің келетіндігін қабыл етеді. Хазіреті Иса мен Мәхди екеуі екі адам деп керекті хадистерді дәлел ретінде келтіреді. Мысалы, жоғарыда Әбу Дәуідтан келтірілген сахих хадисте сүйеніп, Мәхди пайғамбар әулетінен шығатын тура жолға бастаушы имам деп сенеді. Олай болса, Хазіреті Иса мен Мәхди екеуі екі тұлға деген сөз. Сондай-ақ жоғарыда дәжжалдың өлтірілу мәселесін айтып өткенімізде, Хазіреті Иса көктен түскенде имам Мәхди жамағатқа таң намазының парызын оқытпақ болып тұрады. Хазіреті Иса алейхиссалам имам Мәхдидің артында тұрып намаз оқитындығы хадисте айтылады. Демек, имам Мәхди Хазіреті Исадан бұрын шығады және ол онымен бірге дәжжалды өлтіреді. Бізде хадисте айтылған қабыл етіп сенеміз. Мәхдидің келетіндігіне сену иман негіздеріне жатпағандықтан Мәхди келмейді деген кісі иманнан шықпайды. Алайда сахих хадисте айтылғандықтан біз әхли сүннет уәл жамағат Мәхдидің келетіндігіне сенімдіміз. Орта ғасырдан бастап ислам әлемінде өзін Мәхдимін деп жариялаған көптеген кісілер болды. Әлгі күнге дейін әр жерден өзін Мәхдимін деп жариялаушылар да бар. Бірақ олардың ешбірі хадисте айтылған Мәхди емес. Өзін Мәхдимін деп шыққан кісілердің шығу тарихына көз жүгіртсеңіз, олардың белгілері бір мүддені көздеп, халықты артынан ергізу үшін осы аятты жамылып шыққандығына көз жеткіземіз. Олай болса, Мәхдимін деп шыға білу үшін алдымен дәжжалдың, содан кейін Хазіреті Иса пайғамбардың шығуы қажет. Дәжжал шықпастан бұрын Мәхди шықпайды. Дәжжал пайда болған соң кезегімен ақыр заманның өзге белгілері шығуы тиіс. Сондықтан осы ретте қарай отырып, келуші мейлі Мәхди болсын, мейлі Иса болсын, оларды танып, иман келтіріп, қолдау көрсету үшін өз уақытының талабы болып қала береді. Сур және сурға үрлеумен қияметтің басталуы. Сур сөзі сырный, үрлегенде дыбыс шығаратын, дауыс шығару деген ұғымды білдіреді.
Шариғаттағы сур сөзінің мағынасы болса, ақыр заманның болуымен қияметтің басталуы, тіршіліктің тоқтауы және қиямет қайым болғаннан кейін бүкіл адамзат атаулы Аллахқа есеп беру үшін махшар алаңына жиналумен қайта тірілу уақытын білдіру мақсатында Исрафил періште тарапынан сурды үрлеп белгі беру. Бұл сур қандай болады деген сұраққа мына бір хадиспен жауап беруге болады. Абдуллах ибн Аббастан риуаят бойынша бірде бәдәуидің бірі Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сур деген не деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қияметтің хабарын беру үшін үрленген кезде дыбыс шығаратын құрал деп жауап береді. Олай болса, сурдың шынайы болмысын жалғыз Аллах білгендіктен біздер айтылған күйіне сеніп басқаша жорамалдау, болжау секілді пікір айтуымызға болмайды. Құранның хабар беруі бойынша Исрафил періштеге сурға 2 рет үрлейді. Бірінші үрлегенде жер бетіндегі тіршілік тоқтайды, қиямет сілкінісі болады. Екінші рет үрлегенде адамзат қабірінен қайта тіріліп шығады. Енді осы бірінші сур үрлеген кезде болатын көріністің қалай болатындығын Құраннан тыңдайық. Сур үрлеген күні Аллах тағала біреулерден басқа көктерде болғандар да, жерде болғандар да үрленеді. Сондай-ақ барлығы Аллахтың алдында сүмірейіп келеді. Нәміл. Сонда бір рет сур үрлеген сәтте жер мен таулар көтеріліп, соғылып күйреген сәтте, міне сол күні қиямет оқиғасы болады. Сол күні көк жарылып босайды. Хаққа. Қиямет қайымның қалай болатындығы жайында алдыңғы тақырыпта айтып өткендіктен сур үрілген соң сол айтылған құдірет күшімен болатын уақиғаны көз алдымызға ойша елестетіп болсаңыз, қаншалықты жан түршігерлік қорқыныш екендігін сезінесіз. Ол кезде жер түгіл аспан әлеміндегі періштелер де қорқып жан тапсырады. Ал сурға екінші рет үрлеу қайта тірілудің басталғанын білдіреді. Адамдар қалай өлген болса, солай тіріліп, махшар алаңына жиналып, раббыларына есеп береді. Аятта: сур үрілсе, сонда олар қабірлерінен тұрып, раббыларына жүгіреді. Ясин сүресі. Сур үрілгенде Аллахтың қалағанын басқа көктердегі жан иелері, жердегі жан иелері жығылып өледі. Сосын екінші рет сур үріледі де, сонда олар тұрған бойы қарап қалады. Зумар. Исрафил періштенің сурға 2 рет үрлейтіндігі анық болғанымен, екі сур арасында қанша уақыт екендігі белгісіз. Әбу Хурайрадан риуаят етілген бір хадисте де бұл мәселе ұмыт қалған. Яғни Хазіреті пайғамбарымыздың сурға 2 рет үрлейді. Осы 2 рет үрлеудің арасында 40 уақыт бар деп айтқанын жеткізгенде тыңдаушылар Әбу Хурайрадан: «Әй Әбу Хурайра, 40 күн бе?» деп сұрайды. «Білмеймін» дегенде, «40 ай ма?» деп сұрайды. Тағы да «Білмеймін» деп жауап береді. Ол жердегілер: «Әлде 40 жыл ма?» дегенде «Білмеймін» деп жауап қайырады. Осы екі сур арасында қабірде жатқан қабірлер мен мұнафиқтар және күнәһарлар қабір азабынан босатылады. Екінші сур үрлегенге дейін ұйықтап тынығатындығын мына аяттан білеміз. «Әттең-ай, бізді жатқан жерімізден кім тұрғызды?» дейді. Міне мейірімді Аллахтың уәдесі. Пайғамбар да шын айтқан еді. Ясин сүресі. Ғасырымыздағы кейбір оқымысты мұсылмандар сур оқиғасын атом бомбасына теңейді. Қияметті сур үрілген кездегі болатын оқиғаны атом бомбасына кезіндегі жарылысқа балап, өздерінше түсіндіруге тырысады. Аллах мұндай адасушылық пен түсініктіктен сақтасын. Қиямет пен сур оқиғасын аят пен сахих хадистерде анық, тайға таңба басқандай анық етіп айтылғандықтан біз оған иман етіп басқаша қырынан жойы алмаймыз.